Отырыңыздар. Бүгінгі кезекшінің баяндамасын тыңдайық. Кім кезекші? Айта ғой. 5-ші басына бүгін сыныпта бәрі түгел, сыныбымызда 12 оқушы. Отыра ғой. Ал бүгінгі оқушылар есімізге түсірейік. Қазір сәуір айы бізде еңбекқорлық және кәсіби біліктілік айы назар аударайық, иә? Осы айымыздың атына байланысты біз топқа бөлінеміз. Мен сіздерге карточкалар беремін. Карточкаларда бізде мамандыққа, еңбекке байланысты сөздер жасырылған. Осы сөздерге байланысты біз бүгін 3 құндылыққа негіз аударамыз. Еңбек, білім, шеберлік. Бұл құндылықтарға байланысты біз әр топқа қай сөзіміз, қай құндылыққа байланысты сол топқа барып отырамыз. Түсінікті ма? Ал оқушылар, қараймыз, сөзіміз қай құндылыққа байланысты сол топқа барып отырайық. Бірінші топ білім тобы, шеберлік тобы, еңбек тобы. Жайғасып отырайық. Өз тобымызды тауып. Жайғасып алса, бүгін біз психологиялық ахуал орнату үшін оқушылар, мен сіздерге цифрлық маман әдісін таңдадым. Әр топта бізде сөйлем берілген. Көріп тұрсыздар ғой, әр топта қағаздарыңызды алып алыңыздар. Бұл жерде мынау бағдарламашы, робот, компьютер, жасанды интеллект, қауіпсіздік, интернет, цифрлық әлем сөздерін таңдап, нүктелерінің орнына керек сөзді таңдап қоямыз. Түсінікті ма? Кәне, топтық. Бірінші, еңбек тобында біз болашақта осы салада жазамыз қағазға. Еңбек тобы, білім тобы, шеберлік тобы. Қай топ орындап бол? Жарайсыздар. Еңбек тобы. Кәне, кім айтады? Нүктелердің орнын. Біз болашақта осы салада жетістікке жету үшін компьютерді жетік меңгеруіміз керек. Өте дұрыс. Шеберлік тобы. Біз цифрлық әлемде табысты болу үшін білімді болуымыз керек. Өте дұрыс. Білім тобы. Біз бағдарламашы болу үшін еңбекқор болуымыз керек. Өте дұрыс. Енді біз дұрыс жауабын көрейік, иә? Біз болашақта осы салада жетістікке жету үшін компьютерді жетік меңгеруіміз керек екен, иә, оқушылар? Біз бағдарламашы болу үшін еңбекқор болуымыз керек. Шеберлік тобында біз цифрлық әлемде табысты болу үшін білімді болуымыз керек. Жарайсыздар. Топтық жұмысқа барлығымызға бір-бір асықтан. Барлық тобымыз жақсы жауап берді, өте жақсы. Оқушылар, енді алдыңғы тақырыпты қайталау мақсатында біз көкпар ойыны әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Көкпар ойыны әдісінде қай топ жылдам және дұрыс жауап береді, сол топ жеңіп шығады. Бүгінгі ойынымызды бастамастан алды. Мен сіздерге бүгінгі сабақта бағалау әдісін түсіндіріп жіберейін. Бүгінгі менің бағалау әдісім сіздерге асықтан беріп отырамын. Әрбір асық 1 балға тең. Сабақ соңында қанша асық жинадыңыздар, сол балды жинаған боласыздар. Түсінікті ма? Бірінші сұрағымыз, егер бізде дұрыс жауап болса, қойымыз қазаншаға түседі. Егер дұрыс жауап болмаса, қазаншаға түспейді. Ал бастайық.
Кім бірінші? Бұл сөздің жауабы плагиат. Өте дұрыс. Өркенге 1 балл жауап берген үшін. Енді екінші сұрағымызға өтейік. Плагиат сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағына береді? Ерасыл? Ұрлау? Өте дұрыс. Үшінші сұрақ. Интернеттегі ақпаратты автордың құқығын бұзбай қолдану үшін қандай әрекеттер жасау қажет? Нұрғадыр? Мәтінді аздап өзгертіп, өз атыңызға жариялау. Кәне көрейік, дұрыс па біздің жауабымыз? Дұрыс емес екен. Бұл сұрақтың дұрыс жауабы авторлық белгісін қою, дерек көзді көрсету. Авторлық құқық белгісін қою, дерек көзді көрсету. Өте дұрыс. Кейінгі сұрағымыз, интернеттен алынған ақпаратты қандай жағдайда пайдалану заң бұзушылыққа жатпайды? Ерасыл бірінші болып көтерді. Бұл сөздің жауабы өз компьютеріңізге сақтап тек жеке мақсатқа пайдаланғанда. Өте дұрыс. Келесі сұрағымыз. Авторлық құқық және дереккөз дұрыс ағылшынша аудармасын табыңыздар. Балнұр жауап бере ғой. Copyright source. Дұрыс. Келесі сұрағымыз. Интернетте өзге авторлардың құқығын сақтаудың негізгі ережесі қандай? Интернеттегі өзгелердің меншігіне құрметпен қарай білу. Өте дұрыс. Жауабымыз интернеттегі өзгелердің меншігіне құрметпен қарай білу. Бір асық. Ал осымен біз өткен тақырыбымызды қайталап алдық, еске түсіріп алдық. Оқушылар, енді бүгінгі тақырыбымызды ашу үшін біз ой түрткі ретінде жасанды интеллекттен жасалған видеомызды тамашалайық. Құрметті 5-ші сыныптың киберагенттері, бүгін біздің ортақ виртуалды базамызға, цифрлық бәйтерек серверіне хакерлер шабуыл жасауға әрекеттенді. Ондағы маңызды тарихи деректер мен сіздердің жеке мәліметтеріңіз қауіпте. Бұл ақпаратты сырт көзден қалай жасырын ұстай аламыз? Бұл ақпаратты сырт көзден қалай жасырын түрінде ұстай аламыз дейді. Нұрай? Пароль қойып, біз құжаттарды ұстай аламыз, сақтай аламыз, Өте дұрыс. Ал оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз компьютеріңіздегі деректерді қалай қорғауға болады. Кітабымызды ашамыз, 113 бетті. Тақырыбымыз компьютеріңіздегі деректерді қалай қорғауға болады. Бүгінгі тақырыбымыздың оқу бағдарламасына сәйкес мақсаттарымыз: құжаттарға арналған пароль орнату, ортақ пайдалану файлдарын орналастыру, редакциялау және жүктеу. Бүгінгі тақырыбымыздың осы екі мақсатына сабақтың соңына дейін жетеміз деген үміттемін. Бүгінгі жаңа тақырыбымыздың түсіну мақсатында видеоны көрейік, Компьютерде біз маңызды ақпараттарды сақтаймыз. Суреттер, видеолар, құжаттар, ойындар және жеке мәліметтер. Ал оларды бөтен адамдардан қалай қорғаймыз? Егер компьютер қорғалмаса, басқа адамдар сіздің файлдарыңызды ашып көруі мүмкін. Сондықтан деректерді қорғау өте маңызды. Деректерді қорғаудың ең қарапайым тәсілі пароль қою. Пароль – компьютерді немесе құжатты қорғайтын құпия сөз. Word бағдарламасында құжатқа пароль қою үшін файл бөліміне кіреміз, мәлімет батырмасын басамыз, содан кейін парольмен шифрлау командасын таңдаймыз. Құжатты ашу үшін пароль енгізіледі. Пароль енгізілген кезде таңбалар нүкте түрінде жасырылады. Қарапайым парольдерді бұзу оңай, сондықтан күрделі және сенімді пароль қолдану керек. Сенімді пароль құрастырудың 5 ережесі бар. 1. Пароль 8 таңбадан кем болмауы керек. 2. Бос орын қолданба. 3. Латын әріптерін қолдан. 4.
Үлкен және кіші әріптерді араластыр. 5. Сандар мен арнайы таңбаларды қос. Деректерді қорғаудың басқа тәсілдері де бар. Антивирус орнату, файлдардың көшірмесін сақтау және құрылғыны құлыптау. Компьютердегі ақпарат маңызды байлық. Сондықтан әрқашан қауіпсіз пароль қолданып, деректеріңізді қорғауды ұмытпаңыз. Оқушылар, сіздерде алдарыңызда таратпа қағаздар таратылған. Бірінші тапсырмамыз кейбір алаш құпия сөздер академиясы. Бізде пароль таңдаған кезде парольдің сипаттамасы жаңағы видеода көрсетілгендей күрделілігі, ұзындығы және белгісіздігі. Бізде күрделілігіне қарапайым, мысалы біз пароль қойғанда А, Б, С, Д, Е деп қойсақ, ол бізде өте қарапайым пароль. Егер күрделі пароль қоятын болсақ, біз әріптердің арасына таңбаларды қойып жатсақ, онда бізде күрделі пароль болады. Түсінікті ма? Енді ұзындығына, мысалы біз А, Б, С деп қоятын болсақ, ол өте қысқа пароль. А, Б, С, Д, Е, Ф, G деп қоятын болсақ, ол өте бізде ұзын пароль болып есептелінеді. Ал белгісіздігі біз әртүрлі әріптерді араластырып қоямыз. Сенімді пароль құрастырудың бізде 5 ережесі бар. Парольдің ұзындығы 8 таңбадан кем болмауы тиіс. Парольде бос орындар пайдаланбау керек. Латын әріптерінен басқа әріптерді қолданбау керек. Парольде әріптер, кіші әріптер және сандар қолдану керек. Және парольде бізде арнайы таңбаларды бірге қолдануға болады. Осы мынау бірінші тапсырмамызда берілген әлсіз парольдарды біз сенімді кейбір парольдарға айналдырамыз. Түсінікті ма? Кәне орындаймыз. Бізде бірінші алаш, алашты біз алаш бұл өте әлсіз пароль, осыны біз күрделі кейбір парольға ауыстырамыз. Екінші пароліміз 1-ден 7-ге дейін берілген. Бұл да өте әлсіз пароль. Бұл сандарды біз кейбір парольға айналдырамыз. Үшінші бізде бәйтерек. Бәйтерек бұл әлсіз пароль. Бұл сөзімізді де, паролімізді де кейбір парольға ауыстырамыз. Парольді кейбір парольға ауыстырған жағдайда біз міндетті түрде 5 ережені пайдаланамыз. Жоғарыда айтылғандай. Нұрқадыр. Өте дұрыс. Тамаша. 2 асық берем, себебі бұл жеке жұмыс. Өте дұрыс. Ерасыл, саған 2 асық, 2 балмен бағалаймыз жеке жұмыс. Әсел, өте керемет. Тамаша, 2 асықпен бағалаймыз. Өркен, өте тамаша орындапсың. Кейбір парольді. Мирас, өте дұрыс. 2 асықпен бағалаймыз Мираста. Манижа, өте дұрыс. 2 асықпен. Бүгінгі біздің екінші тапсырмамыз жеке жұмыс. Мұрағатты шифрлау әдісі. Оқушылар, компьютерімізді ашамыз. Word бағдарламасын қолданамыз. Оқулықтағы 114-ші бет нұсқаулықпен жұмыс жасап, ұлы қайраткерлердің бір нақыл сөзін жазамыз.
Бүгінгі тапсырмамызда Word бағдарламасын ашып, құжат ішіне ұлы қайраткерлердің бір нақыл сөзін жазамыз. Қорғаныс орнату үшін пароль орнатамыз құжатымызға. Дайын болған, шифрланған файлды менің компьютеріме құпия мұрағат атты ортақ болмасын Google Drive-ға жүктейміз. Бүгінгі тапсырмамыздың дескрипторы 1 балл Word құжатын құрып, ақпарат енгізеді. Бұл дегеніміз ұлы қайраткерлердің бір нақыл сөзін Word бағдарламасында жазу. Екінші, алгоритм бойынша файлға пароль қояды. Егер сіз сол құжатқа пароль қоя білсеңіз, сізге 1 балл. Үшінші, парольмен қорғалған файлды ортақ желіге жүктейді. Және Google Drive-қа жүктесеңіз, сізге 1 балл беріледі. Жалпы біздің екінші тапсырмамызға 3 балл беріледі. Түсінікті ма оқушылар? Онда орындаймыз. Жазып болған болсақ, енді біз пароль орнатамыз. Парольді біз қалай орнатамыз? Файл, біргелікте орындайық. Файлға. Сведения. Зашифровать пароль. 114-ші беттегі нұсқаулықпен орындаймыз. Мирас дескрипторға сәйкес Word құжатын құрып, ақпарат енгізді, алгоритм бойынша пароль орнатты және ортақ желіге жүктеді. Мирасқа 3 балл. Енді Зарина ақпаратты парольмен орындады, жазды, бірақ Google Drive-қа жүктей алмады. Сол үшін Заринаға 2 балл береміз, 2 асық береміз. Ал оқушылар, ендігі 3-ші тапсырмамыз жеке тапсырма. Кибер қорғаныс операциясы әдісі. Бізде бұл жеке тапсырмамызда 113-ші бетті ашамыз оқулықтағы. 113-ші беттегі. Парольді визуалды түрде талдаймыз және оларды күрделілігіне қарай 3 деңгейге жіктейміз. Сенімді емес, сенімді, өте сенімді. Визуалды түр деген көзбен көріп талдаймыз. Түсінікті ма? Дескрипторымыз парольдерді сенімді, сенімді емес, өте сенімді деп бағанға бөледі. 1 балл беріледі бұл тапсырмамызға. Кәне оқулықтағы тапсырмаға бір қарап шығайық. Кім орындап болса, қол көтереміз, жауап береміз. M, V, Z, B, V, F бұл сенімді емес парольге жатады. 8, 3, C, P, Z жақша, B, J, A бұл сенімді парольға жатады. Міне енді өте сенімді пароль B, L, J, O, 98, J, YH. Не үшін өте сенімді? Өйткені ол 8 және одан да көп таңбадан тұрады және әртүрлі тіркемдер әріптерден сандармен және арнайы таңбалар қолданылады. Жарайсың. Өте тамаша жауап берген үшін 1 балмен бағалаймыз. Ал оқушылар, ендігі 4-ші тапсырмамыз бұл жұптық жұмыс, Digital Detective әдісі. Жұптық жұмыс екеу ара бір компьютерде орындаймыз. Файл ішіне, Word файл ішіне өз жұбына арнап, кішігірім математикалық есеп жазамыз
және сол құжатты біз парольмен, сенімді пароль бұл 8 таңбадан тұратын пароль, сол парольді сақтап Google Drive-ға жүктейміз. Өз жұбының қасына барып, қағазға жазып, файлды ашатын парольді береді. Және Word бағдарламасы талап еткен кезде жаныңыздағы жұбыңыздан алған парольді қатесіз енгізіп ашамыз құжатты. Түсінікті ма? Орындайық бірге. Ал оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Кері байланысымыз ККК әдісі. Алдыларыңызда таратпа қағаздар бар. Бүгінгі сабақта мен үшін ең қызық болғаны, бүгінгі сабақта мен үшін ең қиын болғаны, бүгінгі сабақта мен үшін құнды болғаны жазамыз таратпа қағаздарыңызға. Ал оқушылар, жазып болған болсақ, енді біз бүгінгі сабақты бағалау үшін асықтарымызды санаймыз. Нұрқадыр, сенде қанша асық болды? Менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 асық болды. Нұрқадырде бүгінге 7 балл. Ал Мирас, сенде неше асық болды? Менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 асық. Жарайсын, бүгін Мирас 10 балл жинады. Ал Манижа, сенде неше асық болды? Менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 асық болды. Манижада 8 балл. Ал оқушылар, бүгінгі рефлексиямыз біреуден шығып, сабақты түсінбесеңіз түсінбедім, немесе сұрақтарыңыз бар болса сұрақтарым бар, немесе сабақты түсінген болсаңыздар, сабақты түсіндім деп басасыздар. Кәне, Манижа шыға ғой. Отыра ғой. Түсінікті. Ал Нұрай. Зарина. Ерқанат. Ал оқушылар, енді үй тапсырманы жазып аламыз. Үй тапсырмасы үйлеріңізде ата-анаңызбен, немесе аға әпкелеріңізбен планшетте, немесе компьютерде Word бағдарламасында 10 есеп жазып, сол құжатымызды сенімді пароль орнатып, Google Drive-ға жүктеп, маған жібересіздер Google Drive арқылы есептеріңізді. Ал оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.